10 есеп ұбт спецификациясына сай есеп. 11-ші класстарға қол қанат болатын есеп. Кеттік онда. Бірінші, қарапайымнан күрделіге қарап көшеміз. Жаяу жүргінші тұрақты жылдамдықпен 3 күн ішінде 144 километр жол жүрді. Ол күніне 8 сағат жүргені белгілі болса, оның жылдамдығын табыңыз дейді. Демек, оның орташа жылдамдығын табу деген сияқты, яғни күніне бір қалыпта жүріп отырған ғой, сол жылдамдықты бізге табуды сұрап жатыр екен. Демек, ол жылдамдықты табу үшін бірінші неге назар аударамыз? Қараңдар. 3 күн дейді. Яғни ол неше күн жүрген? 3 күн. Бірінші осы нәрсеге назар аударамыз. Күніне неше сағаттан жүрген? 8 сағаттан жүрген. Демек, 3 күн бойы 8 сағаттан жүретін болса, онда қанша сағат жүреді деген сөз? 24 сағат жүрген. 3 күн бойы 8 сағаттан 24 сағат жүрген. Сонда қанша километр жол жүрді деген нәрсеге назар аударамыз. Ол 144 километр жол жүрген екен. Демек, мен 144-ті бөле салады екенмін 24-ке. 144-ті 24-ке аккуратно бөле саламыз. Енді көп оқушыларға бағамдап бөлу деген нәрсе қиын соғуы мүмкін, бірақ калькулятормен бөле салуға да болады ғой. Кейде ойша бөле салуға болады. Енді 24-ке бөлетін болсақ, аккуратно біз нешеден беріп жібереміз? 6-дан беріп жібереміз. Сонда 24 2 ойда, и 12 ойдағымен 14. Сонда ол күніне 6 километр сағат жылдамдықпен қозғалып отырған. Мінекей, осындай қарапайым ғана сұрақ кейбір оқушылар қадалып қалуы мүмкін. Демек, оның осы берілген мәліметтеріне жақсылап назар аударсақ, есепті шығару өте оңай. Онда кеттік ары қарай. Келесі, мынау көп оқушыларды қинап қойған медиананың есебі ғой. Жай бөлшекпен жұмыс жасауға кәдімгідей қиналатын оқушылар бар. Қараңдар. 5-тен 1, 17-тен 2, 7-тен 9, 7-тен 11, 13-тен 7, 13-тен 6 сандар қатарының медианасын тап дейді. Бұл жерде оқушылар неден қиналады? Бұл жерде оқушылар медиананы табу үшін білесіңдер, сандар қатарының өсу ретімен жазу керек. Ал сол өсу ретімен жазуға қиналады да. Ал бүгін сендермен осының біз оңай жолын қарастырамыз. Ол қалай? Мұқият болыңдар, қара. Бірінші осы берілген сандарды былай тізіп жазып алыңдар. 5-тен 1 тең деп қойыңдар мына жерге. 17-тен 2 мына жерге тең деп қойыңдар. Одан кейін 7-тен 9 мына жерге бейтіп аккуратына тең деп қоямыз. 7-ден 11 мына жерге тең деп қоямыз. 13-тен 7 мына жерге тең деп қоямыз. И 13-тен 6 мына жерге тең деп қоямыз. Сөйтіп қолымызға калькуляторымызды аламыз да сразу бөлеміз. Бөлу барысында неге мән беру керек? Оны дөңгелектеу керек. Ол қазір ұзын сандар шығып кетуі мүмкін да, соны оны жүздіктерге дейін дөңгелектеу керек. Яғни біз ол арқылы қайсы бөлшек кішкентай, қайсы бөлшек үлкен екенін анықтаймыз. Ал егер мен соны анықтай алсам, онда сандар қатарын өсу ретімен жазуға мүмкіндік болады. Ал ендеше кеттік. Бірінші, бәріміз білеміз, бірді бөле салады екенбіз 5-ке. Сонда менде шығады 0,2. Міне, 0,2. Оны қаласаңдар 0,20 деп жазуға да болады. Енді келесі жағдайға назар аударамыз. Келесі бізде 2-ні бөледі екенбіз 17-ге. 2-ні 17-ге бөлетін болсақ, 0,11 ары қарай кете беретін сан бар екен. Қараңдар, 0,11 и одан кейін неше дейді? Ары қарай 7 кете береді екен сан. 6, 4 деп. Демек, бұны жуықтайтын болсам, 0,112 болады. Неге? Өйткені жүздікке дейін жуықтағанда біз санды дөңгелек дейміз. Дөңгелек деген санымыз 5-тен үлкен болатын болса, онда алтындағы санға 1 қосылады. 0,11-іміз сонда 0,12 болып кетті. Енді келесі жағдайымыз бізде неше? 7-ден 9 дейді. Енді бізде бұл бұрыс бөлшек білеміз, 9-ды бөле саламыз 7-ге. Сонда бізде шығады екен 1,28 5 ары қарай кетіп жатыр. Демек жазам қара. 1,28 и одан кейін 57 кетіп жатыр екен. Демек бұны аккуратно жуықтай салсам, 5-ті дөңгелектеймін, жүздікке дейін жуықтап жатыр. Сонда бір санды қосып жіберемін. Сонда 1,129 болды. Ал енді келесі санымыз 11-ді бөлеміз нешеге? 11-ді бөліп жібере салады екенбіз 7-ге. Бізде 11-ді 7-ге бөлу керек. Сонда менде шығады екен 1,57. 1,157 ар жағында үлкен сандар шығады, бірақ оны жуықтай салдым. Ал келесі бөлетін санымызды қарайық. Келесі бөлетін санымыз 7-ні бөледі екенбіз нешеге?
бөледі екенбіз 13-ке. Сонда бізде шығады екен 0,53 и ары қарай 8, яғни былай жазамыз. 0,53 кейін мына жерде 8, ары қарай 4, 6, 1 кете береді. 8-ді дөңгелек деймін. Демек 3-ке 1 сан қосам, жуық шамамен 0,54 деген сөз. Ал енді соңғы санымызды бөлетін болсақ, біз 6-ны бөледі екенбіз нешеге? 13-ке. Тек қана калькуляторды пайдаланып шығарып жатыр. Сонда ол 0,46 и ары қарай 1, 5 деп кете береді, жуық шамамен 0,46. Сонымен енді қараймыз, қайсы сан үлкен, қайсы сан кіші. Жақсылап назар аударатын болсақ, бізде ең кішкентай сан ол 0,12 деген сан екен. Яғни 0,12 деген санды мен былай жазам. 17-ден 2. Одан үлкен сан ол бізде 0,20. Ол бізде 5-тен 1 деген сөз. 5-тен 1 деп жазам. Кейін одан үлкен болатын сан ол бізде 0,46. Ол бізде 13-тен 6 екен. Кейін одан кейін үлкен болатын сан 0,54. Яғни бұл бізде 13-тен 7 болады екен. Одан үлкен болатын сан ол 1,29. Яғни ол 7-ден 9 деген сан. Ал ең үлкен сан 7-ден 11 екен міне. 7-ден 11. Енді біз өсу ретімен жаздық. Ең басты шартты орындадық. Енді ары қарай мен олардың ортасындағы екеуін қосып, 2-ке бөлуім керек. Міне, осы ереже. Сонда қараңдар, мына екеуін бірге қосамыз. Жазып алайық, мына жерге қараңдар. 13-тен 6, қосылған 13-тен 7, и оны бөледі екенмін 2-ге. Бұл медиананың қасиеті бойынша. Сонда бізде 13-тен 13 шығады, и астында 2-сі бар. Ал 13-ті 13-ге бөлсем, менде 1 болады, сонда 1-ді бөле салады екен 2-ге. Сонда бұл қатардың медианасы 2-ден 1-ге тең деген сөз екен. Міне, мынау кәдімгі С деңгейінің есебі. Оны біз жай ғана калькуляторды пайдаланып, А деңгейінде 1-ақ минутта шығарып тастауымызға болады екен. Түсінікті шығар деген ойдамын. Қазір 3 есептен кейін бір сообщениені ашып, сендердің сұрақтарына жауап беріп жіберемін. Кеттік, келесі есебіміз. Қорапта 1-ден 25-ке дейін нөмірленген қарандаштар бар. Демек, 25 қарандаш бар. Қораптан қарамай алғанда бір қарандаштың жұп нөмірлі болу ықтималдығын табыңыз дейді. Демек, қараңыздар, бізде 1-ден 25-ке дейінгі сандар бар, яғни ықтималдық бойынша жалпы 25 сан бар. Демек, мен көзімді жұмып тұрып қораптан бір қарандаш аламын, ол жұп сан болу керек. Ал енді ықтималдық дегеніміз не еді? Ықтималдық дегеніміз ПА оқиға, яғни қарандаш алуға байланысты. Қандай қарандаш алуға? Жұп қарандаш алуға. Сонда бізде N бөлінген N-ге тең. Мұндағы N нешеге тең дейтін болсақ, N дегеніміз 25-ке тең. Неге? Өйткені 1-ден 25-ке дейінгі сандар. Ал енді сол 1-ден 25-ке дейінгі сандардың ішінде неше жұп сан бар? Соны анықтайық. Бізде жұп санды табу үшін біз қандай білуіміз керек? 2, 4, 6, 8 деп қатарынан жазып алсақ та болады. Міне қара. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 и және 24. Мынау бізде жұп сандар. Енді осы жұп сандардың саны нешеу екен? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Демек, бұл жерде менде 12 жұп сан бар екен. 12 жұп сан бар екен. Демек, алдағы уақытта егер бізде мынандай бір есеп келіп қалса, мысалы, 1-ден бастап 125-ке дейін десе, сен оны жазып жүрмейсің ғой, иә? Сондықтан да осы тәсілдің де логикасын көрсете кетейін. Қараңдар, 1-ден бастап 28-ге дейін неше жұп сан бар десе, бірінші кезекте біз назарды неге аударамыз? Бұл сан қандай цифрдан, жұп цифрдан басталып, жұппен аяқталды ма? Или тақтан басталып, тақпен аяқталды ма? Демек, бұл санымыз тақпен басталып, тақпен аяқталды. Және сандар тізбегі бірге артып отыр. Демек, осының бәрін ескере отырып, маған жұп санды тап десе, онда мен бұны түсінуім керек. Тақтан басталып, тақтан аяқталса, тақ сандарға қарағанда жұп сандар біреуге аз болады деген сөз. Сонда мен 25-тен 1-ді азайтып, оны 2-ге бөле салсам, 1-ден жұп сандардың санына жетеді екен. Сонда менде қанша жұп сан бар екен? 12 жұп сан бар екен. Демек, біздің M дегеніміз ол жай ғана 12-ге тең екен. Сонда орнына апарып қойсақ, M дегеніміз 12-ге тең, N дегеніміз 25-ге тең. Енді біз бұл жерде қарап отырсақ, дәл осындай сан берілмеген. Демек, калькуляторды аламыз да 12-ні бөліп жібере саламыз 25-ке.
Сонда бізде 0,48 деген жауап шығады екен. 0,48 ол бізде Б нұсқасында дұрыс көрсетілген екен. Бұл есепті шығару үшін біз бөлмемен жұмыс жасаймыз. Көріп жатсың ба? Суретте үйдің жоспары берілген, үйдің жалпы ауданын табыңыз дейді. Үйдің жалпы ауданын табыңыз. Бұл есепті оңай шығару үшін біз бөлменің жеке ауданын табуымыз керек. Сонымен кеттік. Бірінші бөлменің ауданы. Аудан деген не ол? Тік төртбұрыш болатын болса бөлме. А деген ұзындықты Б деген енге көбейте салу. Сонда бірінші бөлменің ауданы, мына үлкен бөлмеден бастайық, 42 метр квадрат. Мен қазір оның өлшем бірлігін жазбай, 42-36 деп жазып кете берейін. Түсінікті шығар, иә? Яғни 42 қайдан шықты десе, мен 6 мен 7-ні көбейттім. Түсінікті ма? Енді ары қарай қараңдар. Келесі екінші бөлме мынау болатын болса, біз екінші бөлмені табу үшін қандай әрекет жасаймыз? 6-ны көбейте салады екенбіз. Нешеге? 4,5-ке. Демек 6-ны көбейтіп жіберейік 4,5-ке. Сонда екінші бөлменің ауданы шығады екен. Демек 6-ны 4,5-ке көбейтсек, бізде бұл 27 шығады екен. Демек мынау екінші бөлменің ауданы 27 деген сөз. Ал енді мына жерде мына бір логиканы қараңдар. Мынау енді бізде дәліз ғой. Көріп жатсыңдар ма? Дәліз. Оның өлшемі берілмеген. Демек бұл жерде мына бір логиканы қолданамыз, қараңдар. Мына бөлмені толық деп есептейміз. Сонда ол бөлмені толық деп есептесем, ұзындық нешеге тең? 6 метрге тең. Көрдіңдер ме? Ұзындық 6 метрге тең. Ал бұның ені неше метрге тең? 3,5-ке тең. Демек, мен бұл есепті үшінші бөлменің ауданын табу үшін 6-ны көбейтеді екенмін 3,5-ке. Сонда бұл үшінші бөлменің ауданы дәлізбен қосып есептегенде қанша шығады екен? 21 метр шығады екен. Енді қарап отырсаңдар, келесі бөлменің ені енді 3 метр екен. Бірақ оның ұзындығы 6 метр бәрібір өзгерген жоқ. Сондықтан да мен 6-ны көбейте салады екенмін 3-ке. Сонда менде шығады қанша? 18. Яғни бұл жердің ауданы 18 метр деген сөз. Міне, бір шеттен келе жатыр. Енді бізде келесі бөлме 6-ға 4 деген бөлменің екен. Ол жерде бізде сонда 24 шығады екен. Мінекей, 24 шықты. Енді мына бір бөлмеге оралатын болса, қараңдар, мына жерде 4 метр деп тұр. Енді біз білеміз оның ұзындығының 6 метр екенін. Демек, мына жерінде ауданы 24-ке тең деген сөз. Енді мына жерде қараңдар, қисық, комната болып кеткен, дұрыс па? Енді оның барлығын общий бір есептеуге болады. Қараңдар, мынау 2,5, мынау 2,5. Демек, мына жер қанша метр деген сөз? 1 метр деген сөз. Сонда бізде 3-ке 6 деген жер екен. Демек, 3-ке 6 деген сөз, бұл жердің ауданы жалпы қанша екен? 18 деп есептейміз. Енді осы берілген қарап отырсаңдар 7 бөлме болды бізде, дұрыс па? Кіреберіс, дәліз бәрін есептегенде 7 бөлме. Осы 7 бөлменің аудандарын қосады екенбіз. Сонымен, асықпай 7 бөлменің аудандарын қосып шығайық. Бірінші бізде 42, қосамыз, екінші бөлмеміз 27, одан кейін қосамыз, келесі бөлмеміз 21, одан кейін қосамыз, келесі бөлмеміз 18, оған қосамыз, келесі бөлмеміз 24, оған қосамыз, келесі бөлмеміз тағы да 18, и оған қосамыз, келесі бөлмеміз 24 екен. Енді барлығын қосып жіберсем, 174 метр квадрат шығады екен. Ол бізде А нұсқасында дұрыс көрсетілген екен. Міне, ертең сендерге дәл осындай бір есеп келіп жатса, оны бөлмеге бөліп есептесеңдер, есептерің оп-оңай шығады екен. Ал енді тіктөртбұрыштың ауданын табуды білеміз ғой біз. Ауданын табу үшін ұзындықпен енді жай ғана көбейте саламыз. Түсінікті деген ойдамын. Онда дәлші кеттік ары қарай. Келесі. Матаның 1 метрінің бағасы, пайыздың есебі, 2500 теңге тұрады. Айдың басында матаның бағасы 10%-ға арзандады дейді. Ал соңында тағы да 10%-ға арзандады дейді. Енді соңғы бағамен 4 метр матаны қанша теңгемен алуға болады дейді. Мынау пайыздың есебі, Б деңгейлі есеп. Б деңгейлі пайыздың есебі. Ал бұл есепті оңай шығару үшін мына бір логиканы қолданамыз. Ол қандай логика? Қараңдар. Тауардың бастапқы бағасы 100% деп ойлаймыз. Демек, айдың басында ол неше пайызға төмендеді? Айдың басында ол 10%-ға төмендеді. Бастапқы баға төмендеді. Демек, төмендеген болса, демек ол 90% болып қалды. 90% болып қалды. Шынатсыздар ма? 90%. Енді бұл берілген 90%-ды мен аккуратно санға айналдырамын. Міндетті түрде санға. Сонда оны мен 100-ге бөлемін, 0,9 шығады екен. 0,9.
Енді айдың соңында ол баға тағы да өзгерді. Тағы да 10%-ға арзандады. Демек, айдың соңындағы бағаны тағы да 100% деймін, әрбір баға өзгергенде, оны бастапқыдай алғандай 100 деп алып отыру керек. Түсінді ма? Енді одан тағы да 10%-ды азайтамын. Сонда бізде тағы да 90% қалады. Енді бұл 90%-ды тағы да неге көбейтемін? Ойбай, өледі екен ғой 100-ге. Санға айналдыру үшін. Ол 0,9 болады. Демек, бастапқы баға 2500 теңге еді. Ол айдың басында 0,9 болды. Және айдың соңында тағы да 0,9 болды. Сонда соңғы баға қанша деген сұраққа жауап іздеп жатыр. Соңғы баға қанша деген сұраққа жауап іздеу үшін 2500 теңгені көбейтемін 0,9-ға, и оны көбейтемін тағы да 0,9-ға. Сонда менде 2025 теңге болады екен. Яғни соңғы баға 2025-ке тең деген сөз. Ал енді бізге айтады, 4 метр баға, яғни 4 метр мата алу керек дейді. 2025 теңгені біз көбейтеміз 4-ке, яғни 1 метр 2025 болды ғой. Енді оны 4-ке көбейтіп жіберсек, сонда бізде 8100 теңге болады екен. Яғни 4 метр матаны 8100 теңгеге алады екенмін. Бұл менде С деген нұсқада келді. Қараңдар, 8 әртүрлі оқулықтың 4-еуі геометрия. Яғни 8-дің геометриясы, 9-ның геометриясы, 10-ның геометриясы және 11-ші сыныптың геометриясы оқулығы. Осы 8 кітапты геометрия оқулықтары бірге тұратындай етіп, неше тәсілмен сөреге қоюға болады дейді. Көрдіңдер ме? Яғни бұл жердегі шартта геометрия кітаптары бірге тұру керек. Демек, бұл есептің логикасын түсіну үшін мынандай бір сызбаны қойып аламыз. Қараңдар. Бірінші кітап геометрия 8 болсын, екінші кітап геометрия 9 болсын, үшінші кітап геометрия 10 болсын, төртінші кітап бізде геометрия 11 болсын. Түсінікті ма? Ал енді қалған 4 кітап басқа кітаптар болсын. Алгебра 7 мысалы. Алгебра 8 болсын, иә? Мысалы, алгебра 9, мысалы, алгебра 10 болсын. Мінекей, алгебра 10. Жалпы 8 кітап бар. Енді есептің шарты бойынша бізде не деп жатыр? Геометрия кітаптары бірге тұру керек дейді. Сондықтан да мен геометрия кітаптарын бәрін байлаймын. Қандай да бір жіппен байлап қоямын, бәрін байлап қоямын, қашып кетпесін. Сонда бұл байлау не үшін керек? Бұл 4 кітапты мен бір кітапты есептеуім үшін керек. Өйткені бұл 4 кітаптың арасына басқа кітаптарды қоюға болмайды. Сондықтан да бұл 4 кітапты мен байлап қоямын. Өйткені олар ажырамау керек бір-бірінен. Сондықтан да мен бұларды бір-ақ тәсіл деп қарастырамын. Бұлардың орнын ауыстырғанда, 4-еуін бірден ауыстырғанда бір ғана тәсіл болып табылады. Ал мынау алгебра 2-ші, мынау 3-ші, мынау 4-ші, мынау 5-ші. Демек, 5 түрлі заттың орнын ауыстыру керек деген сөз ғой. Алмастырудың формуласы білеміз, е? Pn тең n факториал. Енді бізде қанша түрлі жағдай бар? 5 түрлі жағдай бар. Жалпылама алғанда. Сонда мен жазам. P5 тең болады 5 факториалға. Ал енді 5 факториал дегеніміз 1 көбейту, 2 көбейту, 3 көбейту, 4 көбейту, 5. Ал енді бұл 5-еуінің көбейтіндісі бізде 120-ға тең. Ал енді қараңыздар, біз 120 тәсіл деп есепті бірден шешіп тастай алмаймыз. Неге? Өйткені бұл 120 тәсіл деген жауапты белгілесең, есеп қате болады. Енді бұл жерде тағы да қандай фишка бар? Мына 4 кітапты бір-біріне байладым, дұрыс па? Бұлардың арасына алгебралар қосуға болмайды. Бірақ олар өздерінің ішінде орын ауыстыралады ғой. Өздерінің ішінде орын ауыстыралады. Демек, 4 кітап өзінің ішінде орын ауыстыратын болса, біз оны 4 факториал деп аламыз. Яғни P тең болады 4 факториалға. Ал 4 факториал дегеніміз 1 көбейту, 2 көбейту, 3 көбейту, 4 деген сөз. Ал ол бізде 24-ке тең екен. Ал енді біз калькуляторды аламыз да, осы берілген 120 мен 24-ті көбейте салады екенбіз. Сонымен 120-ны көбейте салады екенбіз нешеге? 24-ке. Сонда бізде тең шығады екен 2880 тәсіл. Ол бізде А нұсқасында берілген екен. Мына есеп бізде С деңгейлі есептердің бірі де. Егер шынымен де қатты ауыр кеткен болса, сабақтың соңында қалыңдар, асықпай тағы да бір көрсетемін. Жақсы ма? Ары қарай онда дәлше кеттік. Келесі. Функция тақырыбы. Оқушылардың кәдімгідей жүрегін жаралайтын функция тақырыбы. Егер физматта оқитын болсаң, бұл сен үшін дым қиын емес. Ал егер сен
ТЖТ, ағылшын, хим, био, қазақ әдебиетте оқитын болсаң, гуманитар болсаң, бұл есеп саған біраз қиындау болады. Енді бұл есепті шығару үшін не істейміз? Қараңдар, негізгі мән. Мынау бізде бастапқы берілген функция fx тең kx плюс 3,8 деген. И сол жерде x-тің орнына 1-ді қойған кезде, онда менде функцияның мәні 5,8 шыққан. Енді сұрақ, k-ның мәні неге тең дейді? Сонда біз оны зерттеп көреміз, қараңдар. f x тең бізде kx плюс 3,8 берілген. Демек, k-ны табу үшін мен f1-ді, яғни x-тің орнына 1-ді қоям. Ал fx-тің орнына мынау 5,8-ді қоям. Демек, мынау fx-тің орнына 5,8-ді әкеп қоямын. Тең k бізде белгісіз, ал x-тің орнына 1-ді әкеп қоямын. И плюс 3,8 болады. Мұқият тыңдаңдар, жігіттер, қыздар, мұқият. Ертең нағыз ұбытуда келіп қалып, ой, сол кезде ағайды тыңдамаған екен деп қалмаңдар. Сонымен қараңдар, 5,8 тең болады, k-ны 1-ге көбейтсек, сол k-ның өзіне тең. Қосылған 3,8. Енді мұндағы k-ны табу үшін 5,8-ден азайтам 3,8-ді. Сонда k деген саны бізде 2-ге тең болады. Яғни a бағанындағы k-ның мәні ол 2-ге тең екен. Яғни a дегеніміз 2-ге тең деген сөз. Ал енді келесі жағдайды қарастырамыз. Бұл жағдайды енді қара ручкамен қарастырайық. Қараңдар, енді f2, яғни x-тің орнына 2-ні қойғанда функцияның мәні 9,8 болыпты. Функция ортақ жазып аламыз. fx тең kx плюс 3,8. Енді мынау fx-тің орнына 9,8-ді әкеп қоям. 9,8 тең k көбейтілген x-тің орнына 2-ні әкеп қоям. 2 плюс 3,8. Сонда бізде есепті шығаратын болсақ, 9,8 тең болады 2k плюс 3,8-ге. Ал енді есептейтін болсақ, біз 2k-ны табатын болсақ, теңдеу шешеміз. 9,8-ден азайтамын 3,8-ді. Сонда 2k тең болады екен 6-ға. Ал k деп отқанымыз 6-ны бөлу керек 2-ге. Сонда k деп отқанымыз 3-ге тең. Яғни b бағанындағы k-ның мәні 3-ге тең екен. Енді мен a-ның мәнін таптым, ол 2, b-ның мәнін таптым, ол 3. Ал енді мына тұжырымдарының қайсысы дұрыс, соны зерттеу керек. Қараңдар. A-ның орнына a деген тұжырымды зерттейін деп атам, қандыра. A-ның орнына 2-ні қоямын, плюс b-ның орнына 3-ті қоямын, тең 5 дейді. Яғни 2 қосылған 9, ол бізде 5-ке тең бола алмайды. Сондықтан да a деген вариант бізде сразу қате деген сөз. Келесі b деген вариантты тексеріп көрем. b деген вариант мұнан өшіріп тастайын, сразу b-ны тексеріп көрейін. 2 тең болады, 4 көбейтілген 3 азайту 1. Сонда 2 тең емес болады бізде 11-ге. Шынымен де тең емес қой. Сондықтан да b деген вариантты да бізде болмайды. Өшіріп тастаймыз. Келесі с-ны тексереміз. С-ны тексеретін болсақ, қараңдар, 3 тең болады, 3 көбейтілген 2 қосу 1. Сонда 3 тең емес болады бізде нешеге? 7-ге. Демек біздегі с вариантта не емес екен? Дұрыс емес екен. Ал енді соңғы үмітіміз не қалды? д варианты. Тексереміз, қараңдар. 2 қосылған, 2 көбейтілген 3 тең 8-ге. Ол как раз 8 тең болады екен 8-ге. Сонда біздегі д деген варианттағы тұжырым дұрыс деген сөз екен. Сонда менің есебімнің жауабы д деген сөз. Онда ары қарай кеттік. Егер сұрақтар болатын болса, сабақтың соңында жауап беруге дайынмын. Ары қарай кеттік. Арман 1 килограмм банан мен 10 килограмм картопты сатып алуға 2000 теңге жұмсады. Маусымдық баға өзгеруіне байланысты бананның бағасы 15%-ға қымбаттап, картоптың бағасы 25%-ға арзандаса, 2 килограмм банан мен 5 килограмм картопты 2290 теңгеге алуға болады дейді. Енді банан мен картоптың сәйкесінше бастапқы бағасы қанша теңге екенін анықтаңыз дейді. Міне, мынау с деңгейлі мәтінді есеп. Бұл есеп теңдеулер жүйесі арқылы шығады. Ал енді бүгін біз бұл есепті теңдеулер жүйесімен емес, бұл есепті жауаппен жұмыс істеу арқылы жүргіземіз. Яғни жауаптың орнына қойып жұмыс жасаймыз. Бірінші қараңдар. 1 килограмм банан мен 10 килограмм картоп дейді. Көресіңдер ме?
егер бізде банан деген, жазып қояйық, банан ол бізде x болса, картоп дегеніміз бізде не болсын? Картоп дегенді біз y деп алайық. Сонда мен x-ке қосатын болсам 10 y-ті, менде 2000 шығу керек екен. 2000 шығу керек екен. Ал енді баға қымбаттады деді, 15%-ға қымбаттады деді. Сонда бастапқы баға 100% болса, мұқият қараңдар, оған 15% қосылатын болса, демек ол 115% деген сөз. Енді осы берілген 115%-ды мен аккуратно санға айналдырамын. Мұқият қараңдар, 100-ге бөліп атырмын. Сонда ол 1,15 болады. Енді 2 килограмм банан деді. Демек, 2 килограмм бананды табу үшін мен x-ті нешеге көбейтуім керек? 1,15-ке, иә? Сондықтан да қара, x-ті 1,15-ке көбейтем, и оны тағы да 2-ке көбейтуім керек та. Сонда 1,15-ті, мына жерден жазып алайын. 1,2x 1,15 и көбейтілген 2. Яғни 15%-ға қымбаттағандағы баға. Түсінді ма? 15%-ға қымбаттағандағы баға. Сонда ол бізде 2,3 не болады екен? X болады екен. Демек жазып қоямыз мына жерге. 2,3x қосылған. Енді 25%-ға арзандады деген сөз қалай беріледі? Басында баға 100% еді. Сөйтіп ол картоптың бағасы 25%-ға арзандады. Сонда картоптың соңғы бағасы 75%. Берілген 75%-ды мен айналдырамын санға. Сонда ол бізде 0,75 болады екен. 0,75. Көрдіңіздер ме? Енді бізде неше килограмм картоп алынды десе, картоп ол бізде y қой. Оны көбейтемін 0,75-ке и оны көбейтемін 5-ке. Яғни ол жерде бізде картоп 5 килограмм алынған еді. Сондықтан да 0,75-ті енді көбейте салады екен 5-ке. Сонда бізде 3,75 y шығады екен. Міне, 3,75 y, оны бәрін қосқан кезде 2290 теңге шығады екен. Міне, осы жүйені құрастырып алғаннан кейін барып, жай ғана жауаппен жұмыс істеуге болады. Ал енді оны жауаппен жұмыс істеуге қандай логика керек? Қараңдар. Егер картоптың, бананның бағасы 700 теңге болатын болса, 10 килограмм картоп ол 1300 теңге болады. Сонда екеуін қоссам 2000. А деген жауап келетін сияқты, иә? Бірақ қарап отырсақ, Б деген жауапта келеді. Өйткені 1 килограмм бананның бағасы 800, ал 10 килограмм картоп 120-дан болғанда 1200. Оны қоссаң да 2000 шығады. С деген жауапты қойсақ та 2000 шығады. Д деген жауапты қойсақ та не шығады екен? 2000 шығады екен. Ал енді біз бірінші жағдаймен емес, тек екінші жағдаймен тексеретін боламыз. Енді қолымызға калькуляторды аламыз да бірінші бастаймыз. 2,3-ті көбейтемін. 2,3-ті көбейтемін. Бірінші 700-ге қосамын. Одан кейін 3,75-ті көбейтемін нешеге? 130-ға. А деген вариантты тексеріп атырмын. Сол кезде жауап 2290 теңге шықса, онда дұрыс жауап осы деген сөз. Кәнекей, көбейтіп көрейік. Бірінші 2,3-ті көбейтіп жібереді екенбіз нешеге? 700-ге. Бананның бағасы еді ғой. Сонда ол 1610 теңге болады екен. 1610 теңге қосылған. Келесі жағдай бізде 3,175-ті көбейтіп жібереді екенмін 130-ға. Бұл картоптың бағасы болатын. Онда ол болады екен менде 487,5. Демек 487,5 деген жауап маған керек емес. Сонда А деген жауабымыз біраз сразу жауаптан түсіп қалады. Бізге қажет емес. Енді өшіріп тастаймын да келесі жауапты тексеремін. Демек 2,3-ті көбейтемін 800-ге. Оған қосамын нешені? 3,175-ті көбейтемін нешеге? 120-ға. Мыжыңдап аккуратно түсіндіріп атырмын. Ертең түсінбей қалып жүрмеңіздер деп. 2,3-ті көбейтемін қаншаға? 800-ге. Сонда менде шығады екен 1840. Қосылған. Енді 3,175 дейді, қараңдар. 3,175-ті көбейтеді екен нешеге? 120-ға. Сонда олар көбейтетін болсам 450 шығады екен міне. 450. Енді осы 450-ге қосады екенмін 1840-ті. Сонда оларды қосып жіберсем 2290 теңге шығады екен. Как раз осы маған керек еді. Сонда менің жауабым Б нұсқасында дұрыс екен.
Міне, терлеп теңдеулер жүйесін шешкеннен гөрі осылай жауаппен жұмыс істеген ыңғайлырақ болады. Тамаша. Ары қарай кеттік онда. Келесі. Міне, мынау көп оқушыны қинап жүрген есептердің бірі. Және бірегейі өзенге байланысты есеп бәрін қинайды. Қараңдар. Қайық өзен ағысымен 20 километр, ал ағыссыз суда 9 километр жүрді дейді. Көресіңдер ме? Ағыспен жүрді, ағыссыз суда жүрді. Барлық жолды жүруге 3 сағат уақыт жұмсады. Өзен ағысының жылдамдығы қайықтың тынық судағы жылдамдығынан 8 км сағатқа кем болса, қайықтың тынық судағы жылдамдығын табыңыз дейді. Бұл есепті де біз жауаппен жұмыс істейміз. Бірақ жауаппен жұмыс істеуден алдын, оның біз несін келтіріп алуымыз керек? Формуласын келтіріп алуымыз керек. Формуласы қалай болады? Қараңдар. Бізде өзен ағысымен жүрген кезде, В меншікті жылдамдыққа қосылады В өзеннің жылдамдығы, яғни ағыстың жылдамдығы. Енді осы жерде мынаны енгізейін, қараңдар. В меншікті жылдамдық егер X болса, онда В ағыстың жылдамдығы бізде Y болсын. Түсінесіздер ме? В ағыстың жылдамдығы бізде Y болсын. Енді осы жерде қарап отыратын болсақ, ағыстың жылдамдығы өзеннің жылдамдығынан 8-ге кем дейді. Ойбай, меншікті жылдамдықтан ағыстың жылдамдығы 8-ге кем дейді. Түсінесіздер ме? 8-ге кем дейді. Оны біз қалай алдырамыз? Яғни 8-ге кем екенін жазу үшін, яғни Y-ті табу үшін, мен одан X-тен азайтуым керек нешені? 8-ді. Яғни меншікті жылдамдықтан өзеннің, яғни 8 километрді азайтсам, өзеннің жылдамдығы шығады екен. Бұл өзеннің жылдамдығы. Енді қараңдар, қайық егер өзеннің жылдамдығымен қозғалатын болса, онда меншікті жылдамдықпен өзеннің, яғни ағыстың жылдамдығы қосылады. Меншікті жылдамдық бізде X еді. Демек, осы X-ке қосатын болам мынау Y-ті. Ал Y дегеніміз ол бізде X минус 8-ге тең. Демек, қосамын X минус 8-ді. Сонда оны X-ке X-ті қосатын болсам, 2X минус 8. Яғни, ағыспен жүргендегі жылдамдық, яғни біз оны айтып қойып, ағыспен жүргендегі жылдамдық деп бұлай өзгертіп қойын. Яғни, В ағыспен жүргендегі жылдамдық, ол 2X минус 8-ге тең екен. Ал енді жай ғана тынық судағы жүрген жылдамдық, ол бізде жай ғана X-ке тең. Ал енді біз есептің шарты бойынша мұнаны өшіреміз. Енді формуласын құрастырамыз. Қараңдар. Ол ағыспен 20 километр жүрді деді. Сонда ағыспен 20 километр жүрді. Ондағы оның жылдамдығы не болды? 2X минус 8 болды. Одан кейін қосу. Ол тынық суда 9 километр жүрді деді. Ондағы жылдамдық жай ғана X. Сонда барлық жолға қанша сағат жұмсады деді? 3 сағат. Ал енді осы жерде мен сразу жауаппен жұмыс істеймін. Яғни 18-ді апарып X-тің орнына қоямын, сөйтіп шыққан сандарды бір-біріне бөлемін, сөйтіп қосамын. Қосқан кезде егер менде 3 шығатын болса, онда сол жауап дұрыс болады. Ал енді бірден мыжымастан жауапқа көшіп кетейін. Бұл жердегі мендегі дұрыс жауап D болады. Қараңдар, не үшін? 20 астында 2 көбейту 9, азайту 8. Плюс 9 бөлінген 9. Сонда 20, 2-ні 9-ға көбейтсем менде қанша шығады? 18 шығады. 18. Одан 8-ді азайтам. Сонда 20 бөлінген қанша қалады? 10 қалады. Плюс 9-ды 9-ға бөлсек 1 болады. 20-ны 10-ға бөлсек 2, оған 1-ді қоссақ 3 болады. Міне, осы тәсілді қолданып, есептің жауаппен жұмыс істеп, жауабын табуға болады екен. Мынау енді біраз қиын деңгейлі есептердің бірі еді. Сонымен ары қарай кеттік. Сонымен келесі есебіміз геометрияның есебі. Дәулетті кубиктерден құралған суреттегідей жануар пішінде фигура бояды дейді. Боялған жақтарын, яғни боялған жақтары суретте көрсетіліп тұр. 56 грамм көк бояу жұмсағаны белгілі болса, қалған боялмаған жақтарын толық бояуға тағы қанша грамм бояу керек дейді. Қараңыздар, бірінші көк түспен боялған жақтарын тауып алайын. Бұл шаршылар ғой, қараңдар. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Яғни оның жалпы боялған жақтары қанша екен? 14 екен. Демек, мен 56-ны бөліп жіберемін 14-ке. Сонда менде 4 шығады. Яғни бір мынау көк түскен, бір кішкентай мынау бөлікті бояуға 4 грамм бояу кетіпті. Енді қалған боялмаған жақтарын тап дейді. Енді қалған боялмаған жақтарында осындай кішкентай шаршылардан нешеу бар, соны табу керек. Олай болса бірге санайық. Қараңдар. Төбесінен бастайын. Мынау біреу,
мынау екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу, мына жерде 8, мынаның астында тағы да біреу бар, 9 келісетін шығарсыңдар. Мына жерде 10, 11, табанда бар 12, и мына жерде бар 13, мынаның астында бар 14, мынау 15, мына жерде бар 16, 17, 18, 19, мынау бар 20, 21, 22, мынау бар 23, и мына жерде көрінбей тұрған бар 24. 24. Яғни оны айналдыра шыққан кезде 24 бар екен. 24 шаршы бар. Қосу. Енді алдында 14 болса, демек оның артында да 14 бар деген сөзді. И плюс 14 деймін. Сонда барлығын қосатын болсам 38 шығады. Енді 38 кішкентай шаршылар бар. Демек 38-ді көбейтіп жібере салады екенбіз нешеге? 4-ке. 38-ді 4-ке көбейтіп жібереміз, сонда бізде 152 грамм шығады екен. Яғни маған әлі де 152 грамм бояу қажет екен.